Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет шайға арналған сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көреміз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Миксердің көмегімен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Өте пайдалы пирогтардың бірі, сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Жұмыртқамыз 2 есе көлемге үлкейгенше миксердің көмегімен араластырамыз және оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, миксердің көмегімен емес, осылай қолымыздың көмегімен асықпай осылай жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сүтімізді құямыз. Бөлме температурасындағы сүт болса жақсы болады. Сүтімізді құйғаннан кейін тағы да жақсылап осылай араластырамыз. Келесі кезекте сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Асықпай осылай жақсылап араластыру қажет. Шым-шым тұзымызды саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Және араластырамыз. Осылай үстіден астыға қарай бірте-бірте қайталай отырып, сұйық майымыз біздің массамызға енгенше осылай жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Жылтыр, әдемі, нәзік масса пайда болды. Енді оны табамызға құямыз. Осылай табамызға құйып шығамыз. Келесі кезекте біз творожный массамызды жасайтын боламыз. Құрғақ таза ыдысымызға творогымызды саламыз. Творогымыз свежий. Блендерден өткізсеңіздер де болады. Творогтың үстінен қантымызды және бір жұмыртқамызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Менде үйде блендер жоқ болғаннан кейін осылай қолымның көмегімен араластырдым. Сіздерде блендер болса, блендермен араластырсаңыздар өте керемет болып шығады. Жаңа араластырып болғаннан кейін үстінен кукурузник крахмалымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бір қалыпқа келгенше. Міне бізде осындай масса пайда болуы қажет. Енді оны кондитерский мешоктың көмегімен жаңағы қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Осындай кондитерский мешокты көп қып алып қойсаңыздар өте қажет дүние. Осылай әдемі етіп пирогымыздың бетіне творожный массамызды құйып шығатын боламыз. Менде творогым кішкене құрғақтау болғаннан кейін осылай құйылуы қиындап тұр. Жалпы свежий әрі сулы творог
алсаңыздар өте тамаша болып кетеді. Өте оңай жасалынатын творожный, яғни сүзбелі бәліштердің бірі. Дастарханға ұсынсаңыздар, қонақ келгенде өте тамаша, оңай пирогтардың бірі. Міне біз дайындап қойдық. Келесі кезекте 180 градуста 35-40 минутқа жібереміз. Пирогымыз дайын болды. Осылай ыстық күйінде кішкене суығаннан күтіп, бетіне осылай сахарный пудра сеуіп шықтым. Сіздер сахарный пудра ұнатпайтын болсаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Оформление өз қалауларыңызша болады. Міне осылай барлығын сеуіп шықтық. Бізде міне сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығатын өте оңай пирогтардың бірі. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып мені қолдап кетіңіздер. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.